Kızlar, men keldim. Kızlarım bir arada ketken. Kızlar. Keldim men. Qarşısındaş men niye aldım? Dostlar, men mынандай hit жылтырақ мант алдым. Сіздерге мен алдын айтқан едім. Бізде Айзере неше күннен бері аяғы сынып, көңіл күйі жоқ, ойнауға да шыға алмайды. Үйде құр төсекте жатыр. Соған мен кішкене көңіл күйін көтерейін деп кеше байқап қалдым. Ютубтан осындай хит манты туралы видео көріп жатыр екен да. Ютуберлердің видеосын. Сон бүгін кішкене көңіл күйін көтерейін деп осы бір-ақ штук қалыпты ғой. Бұны да сатушы айтады, жоқ, бұл сиқырлы бермеймін дейді да маған. Қой, қайдағы сиқырлы, маған берме, қызым. Үйде көңіл күй түсіп тұр, маған мен апарып көңіл күйін көтерейін деп алып кеттім енді. Біреу-ақ қалыпты, ертең кәдімгі осындай хит манты келді дейді. Сол кезде сендерге деді, әкеп беремін екеуіңе, жарай ма? Мынаны қазір Айзерге барып сыйлайық, кішкене көңілі көтеріліп, қуанып қалсын, иә? Сен апар сыйла. Жүріңдер кәттік сыйлаймыз. Айзере, жаным, қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Достар, міне бізде көптен күткен Айзере қыздарыңыз. Неше күннен бері бұлай кішкене бір шетін көрсетейін. Аяғының мынандай міне гипста жатыр. Гипсті мына жерінен бастап, мына аяғының басына дейін гипстап тасталған. Тұра алмайды, жүре алмайды, тек төсекте жатады, іші пысты, ішің пысты ма қызым? Біз саған күшті бір тосын сый алып келдік, қыздар, көрсетеміз ба? Сен кеше көріп атқан, ютубтан көріп атқан, көріп қойдық та біз. Сөйтіп, сондай тосын сый алып келдік. Маған білмеймін, сатушы сиқырлы деп айтты, бірақ енді ол жағын білмедім. Береміз ба? Кеттік, давай. Та-дам! Көрдің ба? Сиқырлы манты, жылтырақ манты әкелдік біз саған. Хит манты. Кел отырыңдар қыздар, ашасына ма? Өздерің ашып ойнай беріңдер. Дүкенде біреу-ақ қалды. Маған дүкенші айтты, ертең тағы да келеді. Бұл ше негізі достар, қараңыздар, бұл келген замат өтіп кетіп жатыр екен ше. Бұл хит манты, жылтырақ манты тұрмайды дейді магазинде. Келет, балдар алып кетеді, келет, балдар алып кетеді дейді. Осы бір-ақ штук қапты, жалынып тұрып алдым. Бұны да сатушы айтады, мен бұны өзіме алғам, өзіме заказ берген, бұл сиқырлы деп айтқан Қытайдағылар. Бермеймін дейді. Мен айттым, қой, бер енді, қызым ауырып жатыр деп алып келдім. Сендерге ертең әкеп берем, жарай ма? Жарайды, мен онда тамақ дайындай берейін, сендер үшеуің ашып көріп ойнаңдар, жарай ма? Кеттім мен. Жыртасыңдар ғой, жай, ойбай, ұрып кетті. Кім сөйлеп жатыр? Әжеге сен ба? Жоқ, мен емес. Ты сөйлеп жатыр? Ойбай, вақтыра саған несі? Немене сөйлеген мәнті көрмегесіңдер ма? Не қарайсыңдар? Айғала, шақыр. Мені сонша лақтырып алып айғалайсыңдар. Манты, сен ба сөйлеп жатқан? Иә, мен. Сөйлейтін манты көрмегенсің ба, сонша таңғаласың? Мәне, манты бар, сөйлеп тұрған бірінші көріп тұрмын. Мә, күшті ғой. Кәме, анашым шақырайын. Анашым! Ау, қызым, не болды қызым, неге шақырдың? Манты сөйлеп жатыр. Манты сөйлеп жатыр. Дөңгеліп кетті ғой, мына мантың. Мә, күшті розбей түрі шығыпты ғой, Сөйлеп жатыр ғой, сөйледі жаңа. Манты ма? Қой, қайдағы? Манты сөйлемейтін шығар енді? Сөйледі, қарасаңызда сөйлесей. Қызым, сен ше күнде үйден шықпай жата беріп ше, бір көздеріңе бірдеңе елестеп кетіп жатыр ма, шошып жатсың ба, неге өйтіп жатсың? Мантылар деген сөйлемейді, қызым. Анашың сөйледі. Кім саған манты сөйлемейді деп? Көрдіңіз ба, сөйледі. Кім сөйлеп жатыр? Айзере, сен ба? Манты. Ойбай, мына манты шынымен сөйлейді ғой. Айттым ғой сізге. Достар, расымен де манты сөйлеп жатыр. Маған бәсе сатушы бірдеңе айтып ет, бермеймін, бұл сиқырлы манты деп. Ау, ойбай, манты маған ұрсып жатыр ғой. Достар, мынандай сөйлейтін мантыны біз бірінші рет көріп тұрмыз. Жаңа ше, ана Ая мен Дананың айғайлап шошып жатқан осы мантыдан шошыды ма? Иә, сөйлегеннен кейін.
шақырайық енді оларды. Олар Дана, Ая, келіңдер. Ей, сендерге бір қызық айтайық па? Бәсе жаңа сатушы бекер маған сатпаймын демеген екен ғой. Жаңа сендер шошып жатқан нәрсе не екенін білесіңдер ма? Манты сөйлеп жатыр. Мә, қарасаңдаршы мантыны. Мә, сөйлейді екен. Келіңдер, кел, сөйлесеміз мантымен. Кел отырыңдар. Мә, сөйлейтін манты екен, я? Ей, манты бізге ұрса бермеш. Бір ұрысқақ манты екен, өзі, я? Өмірденде сөйлейтін манты көрмеген екенсіңдер ғой сендер. Көп сөйлемей маған төсек салып беріңдерші. Мен сендерге ойнайтын ойыншық емеспін. Менің де жаным бар ойнайындар. Мен Қытайдан келе жатырмын. Әлі шашуам басым айтыр. Мен төсегім, менің орным қайда? Төсек салып беріңдер маған. Ей, не дейді ғой? Саған қандай төсек береміз? Бізде төсек жоқ саған арналған. Бізде кілең үлкен төсектер, диванымызда үлкен жататын. Сен кішкентайсың ғой, саған қандай төсек береміз? Ұлдана бірдеңе ойлады, я? Осы қызақ бірдеңені ойлап жүреді. Бір кроват ба, бір коробка ма, бірдеңе бар ма? Соған жатқызайық та, ұйқым келіп жатыр дейді. Мен мантыларында ұйқысы келеді екен, я? Ыдысында ұйықтап қалмай ма? Ыдысы кән, өзің ыдысыңа жата берсең, манты, қақпақ кән, басындағы. Ар бетінде, Ая. Соған жата берсең, болмай ма, манты? Болмайды. Болмайды дей ма? Өзі күшті. Дана мынандай бірдеңе әкепті кән. Мә, қара. Ой! Мынаған жатқызамыз мантыны, давай. Тоқта. Төсек әдемілеп төсегін салып алайық та. Достар, қараңдар, мынандай бір қорап жасап жүрген ғой бізде қыздаршы үйде. Өздері ойларынан бокалдың коробкасы ғой просто мынандай. Енді сол бізде күшті іске асайын деп тұр ғой. Босап кетіпті. Ұлдана алып кепті ғой осыны бізге. Ой, мен ашмайды. Бітеміз, давай манты ше, бірінші этажында ше, тамақтанады да, екінші этажында ұйықтайды. Давай на стол. Екінші этажына ше төсек салып берейік та. Кенді жылы жатсын да. Байғы шашап қапты ғой, Қытайдан келем дегенше. Ашып тұрыңдаршы есігін. Ой, бай, манты біздің өзімізде 2 этаж үй жоқ, сенің үйің 2 этаж болды ғой, мантының үйі, Ая? Бірақ кішкентай. Бірақ өзіне лайықты ғой енді. Мына. Уаха. Несі болады? Енді шеке мантыны жатқызып қойымыз. Мантыны жатқызып қойық. Манты нормальны ма, жақсы ма бәрі? Жастығы. Ой, бұл жастығы симайды екен. Осылай жата берсінші. Онда ойласын. Мантыдан сұраңдаршы, бәрі дұрыс па екен? Бәрі дұрыс па, бәрі. Жақсы. Күшті демалып жатырмын. Бұл демде маған да алмай сөйтті жүндіш мен ұйықтайын. Андаш кетіндіш бар. Ой, мына манты бізге ұрсып жатыр, светті өшіріңдер дейді. Бізде әлі жарық қой, дала, біз ұйқымыз кеп тұрған жоқ. Осының есігін жауып қойсасаңдаршы, ұйықтасын. Еще қараңғыдан қорқуды айғайлап, ашыңдар деп қояды. Аша салмаймыз ба, қорқып атқан жоқ па? Әй, туа кеп беріңдер маған. Ашыңдар. Су ішкім кеп жатыр дейді, шөлдеп. Ойбай, бұған біздің бокалымыз, сенің аузыңнан өзіңнен үлкен ғой, біз немен су береміз ол? Немен су беретін бірдеңе Дана ойлап тапшы, не бар өз бізде су беретін. Или бір конфет ба, бірдеңе әкеп берсе, қарны аш сияқты ғой бұның, я? Есігі жабылып кетті, ұйықта. Мантыны ұйықтатынашы өлең айтып. Достар, біз қағанда мантыдан қалдық. Үйде балдарымызды өйтіп қарамайтын. Мантыны қарап атық қой, қақта бір Қытайдың мантысын, я? Біз сөйлесек бір ұрысқақ манты екен, ұрысып бере береді бізге. Шығарыңдар мені. Шығарыңдар дейді, шығара салақ ішке. Не болды, шығаш Аякан? Не болды? Қойшы нереге, не дей береді бұл? Ойбай, жаным, мен айттым ғой, мен Дананың ойламайтын нәрселер, мынандай кішкентай нутелланың өзін мантыға, ішін дұрыстап жумадым ба? Нутелланың ыдысына суап кепті ғой. Манты өзіңе арналған нутелла екен. Су шоколадым болды ғой, іше ғой. Кішкентай нутелланың ыдысына манты су ішеді, достар. Шөлдеп қапты ғой, Қытайдан келем дегенше шөлдеп қапты ғой, байғұс, ай.
жылап жатыр анау? Сұраңдаршы, неге жылап жатыр? Неге жылап жатсың? Неге қайтам дейді. Қытайға қайтам дейді. Қытайға қайтам дейді. Ата-анамды сағындым дейді. Ата-анамды сағындым дей ма? Қытайша біле ма ол? Қытайша білесің ба сен? Қытайда туылсам, конечно білем. Қытайда туылдың ба? Біз қақтан білген, я бірақта негізі мантыны Қытайдан әкеледі ғой, я? Сонда сенің ата-анаң бар ма? Я дейді. Анасы оңбаған сатушылар сатып жіберді ғой мені Қазақстанға дейді ғой. Біз енді білмейміз ғой, біз енді дүкенге келген екен сатып ала береміз ғой, я қыздар, я. Енді бізде бұны TikTokта, YouTube'да хит манты, жылтырақ манты деп сендерді мақтап жатыр ғой. Содан кейін біз алдық қой. Бұзды көргенсі. Айғайлап атып қойыңдаршы, қинамаңдаршы. Достар, сендер осы хит мантыны осылай мұжып жүрсіңдер ма? Қарандар, бұл байқұстар ше мұжсаңдар жаны ауырады екен. Бізге айтып жатыр, мені балалар қинап жатыр, мұжып, басымның бәрін, қолымның бәрін, бантигімді мұжып тастайды, үйше таңдайды дейді ғой. Маған розбие, маған қарасы, маған жылтырағы деп. Лақтырып сөйтіп тастайды дейді. Достар, енді бұдан кейін ол мантыны көзін ауыртады дейді. Олай қорламақ қояқшы, мантыны жарай ма? Аяқтен басып кетеді. Өздеріне апарайықшы. Енді біз ше, не істейміз, оны қайтып жібереміз сен Қытайға. Енді біз қайтып жібереміз оны. Достар, ойланып жатыр, енді Қытайға біз бара алмаймыз енді манты. Сен Қазақстанда қаласасаң болмай ма? Болмайды дейді. Қайтып жібереміз, мен ойлап таптым, Айзере, андай почтаға қайттан сал жіберейік та, бұлар негізі Пиндодадан, Тимудан заказ бергенде почтамен келеді ғой. Сөйтіп сал жібереміз ба? Бұны неге сал жібереміз? На чемоданға ма? На чемодан. Манты біз сенше на чемоданға салып қайттан Қытайыңа жібереміз, барып әке ата-анаңмен табыс, бауырларыңмен табысынан ашшы кел. Әкенің бауыры бәрі жерде ғой. Сен Қазақстанда сен достарың көп қой сен сияқтылар. Енді сен жалғыз өзің Қытайға кетіп жатсың ба? Қала бермейсің ба достарыңмен? Сия ма? Анау айғайлап жатыр, мен қысып жатсыңдар дейді. Ойбай, белім дейді. Дана белін ауырттың ғой, ананың басым деп жатыр ғой. Болды, міне достар, біз чемоданға салып қойдық. Ойбай, ауыр болып қапты ғой. Енді біз осыменше осы чемоданмен Қытайға. Манты, бәрі нормально ма? Бәрі дұрыс па? Дұрыс бәрі. Деп жатыр, бәрі дұрыс дейді. Қуанып жатыр ол Қытайға ата-анасына баратынына. Достар, бізде осындай қызықты видео болды ше. Енді біз бүгін Айзер, сен үйде қала бер, ағаңмен бірге біз үшеуміз барып, почтаға салып Қытайға деп жазып келеміз, мақма. Манты, содан кейінше сен бізге бір хабарлама берші, Қытайға барғанда қайтып бере аласың сен. Сен кейін қайттан Тимудан тағы біреу заказ беріп жүрмесің, Пиндодадан, я? Заказ беріп қойған. Бұл қашып кетем енді дейді. Енді көрінбеймін, Қытайға барамда, ата-анама қашып кетем дейді. Бопты, Манты, біз сен күшті Ата-анаңды сатып жерсе ше? Ата-анамды сата алмайды. Менің ата-анам тығылып қалған. Сатпайды екен, ата-анасы тығылып жатыр екен бір жерде. Балдар қинап тастайды деп тығылып қапты ғой ата-анасы. Бұл да соға барып тығылады екен. Жақсы, Манты, жолың болсын. Қытайға барғанша енді ұзақ жол, сенен шаршамай осы чемоданда бар. Біз ше поштадағыларға ішінде манты бар деп айтпаймыз, я қыздар, я? Айтсақ біліп қояды, я? Біз ше бұның ішінде не бар деп айтамыз? Алтындарымыз бар дейміз, я? Жоқ, ұрламайды почтадағылар. Біз сен ше алтын бар ішінде деп айтамыз осындай, я? Сен бірақ үндемей, сөйлемей жат, біздің үйге келген сәп сөйлей берме. Ато сен жолда біреулер басқа балдар алып қояды. Жақсы, сау бол. Сау бол. Достар, мынау манты үшінші лайк басып қойыңыздар. Көп лайк бассаңыздар, бұл Қытайға тез барады, я? Қытайға тез барады. Содан кейін сіздерге сәлем жолдайды Қытайдан. Содан кейін кімнің үйінде жылтырақ манты бар, сол менің үйімде бар деп жазып кетіңіздерші. Содан кейін сіздердің мантыларың сөйлей ма, соны да жазыңыздаршы, я?
Жақсы, сау болыңыздар достар. Біз мынаны енді апарып келейік почтаға. Как сиқырлы манты мысалы. Сиқырлы ғой енді мынау. Бәрі айтқанды орындайсың. Айтқанды орындайтын ба? Ондай манты жоқ екен бұл. Достар, мынау же айтқанды орындамайды екен, өзі ұрысқақ жылауық манты екен, иә. Бұндай мантыны енді көріп тұрмыз біз. Иә. Жақсы достар, сау болыңыздар. Біз енді почтаға барып келейік. Жүріңдер қыздар, біз почтаға барып келейік, мынаны алып.